Бірнеше жылдан бері Арқалық қаласының 9-шы шағын ауданында орналасқан бұрынғы тұрғын үйдің қаңырап бос тұрған 9 қабатты ғимараты тұрғындардың назарын аударып келеді. Енді оның алдағы тағдыры жуық арада шешілмек. Арқалық қаласы әкімдігінің тұрғын үй коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі, автомобиль жолдары және тұрғын үй инспекциясы бөлімінің маманы Әйгерім Жүсіпованың айтуынша, биылғы жылдың мамыр айында аталған ғимаратқа техникалық тексеру жүргізілген. Тексеру қорытындысы бойынша комиссия 9 қабатты үйді апаттық жағдайдағы 5-ші санатқа жатқызу туралы шешім қабылдады. Бұл ғимаратты қалпына келтіруге келмейтінін білдіреді. Техникалық қорытындыдан кейін Арқалық қаласының қаржы бөлімі аталған нысанды аукционға шығарды. Аукцион биылғы 30 шілдеде өтеді. Сауда-саттық аяқталған соң жеңімпаз анықталып, ғимараттың жаңа меншік иесі оның алдағы тағдырын өзі шешетін болады. Атап айтқанда, жаңа иесі ғимаратты толықтай бұзып тастау немесе құрылыс конструкцияларын күшейту арқылы қайта қалпына келтіру мүмкіндігін қарастыру жөнінде шешім қабылдай алады. Қалай болғанда да бұл мәселе жаңа меншік иесінің құзырында болады. Айта кету керек, бұл ғимараттың тағдыры қала әкімдігін бірнеше жылдан бері алаңдатып келеді. Осы уақыт аралығында оның техникалық жағдайын анықтау мақсатында бірнеше мәрте арнайы комиссиялық тексеру жүргізілді. Өткен жылы Қостанай облысының тиісті мемлекеттік органдарына аталған нысанды бұзуға 200 миллион теңге бөлу жөнінде өтінім жолданған болатын. Алайда бұл жоба бюджеттен қаржыландырылмады. Осыған байланысты биыл ғимаратқа қайтадан техникалық сараптама жүргізіліп, оның апаттық жағдайда екені ресми түрде расталды. Соның нәтижесінде нысанды аукцион арқылы жеке меншікке өткізу туралы шешім қабылданды. Бұл қадам ғимараттың алдағы тағдырын айқындап, көп жылдан бері шешімін күткен мәселенің түйінін тарқатуға мүмкіндік береді. Оразхан Зейнолла, Нұрислам Абдысалық, Виталий Саяпин, Арқанюс ақпараттар қызметі.